Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен қабырға мен омыртқаның, сонымен қатар қабырға мен төстің бір-бірімен қалай байланысатыны жайлы сөйлесетін боламыз. Бірінші бізде қабырға мен омыртқа аралығындағы байланыстар. Ең бірінші бізде артикулятио капитис коста деп аталатын қабырға басының буыны болады. Қабырға басының буыны бізде буын, яғни артикулятио капитис коста буынның басы қабырғалардың буындық бетінен тұрады. Яғни қабырға басында буындық беті болады, сол жерден басталады және буын ойысы омыртқалар денесінің бүйір қапталында орналасқан буындық ойықтардан тұрады. Біз білеміз, 1-ші, 11-ші және 12-ші омыртқаларда буын ойықтары толық болып келген, ал қалған омыртқаларда жартылай буындық ойықтардан түзіледі. Қабырға басының буыны, яғни артикулятио капитис коста бізде екі байламмен бекітіледі. Бірінші байлам ол бізде қабырға басының байламы, лигаментум капитис интерартикулярио. Ол бізде 2-ші және 10-ші қабырғалар аралығында кездесетін байлам болып табылады, және ол бізде қабырға басының қырқасы, яғни криста капитис костадан басталады. Омыртқа аралық дискілерге, яғни дискус интервертебралиске барып бекиді. Және бұл байлам буын беттерін бірдей қашықтықта ұстап тұру үшін қажет. Және 2-ші байлам, осы буынды мықтап бекітіп отыратын, ол бізде буын қапшығының сыртындағы сәуле бағытта орналасқан байлам, яғни лигаментум коста радиатум деп атаймыз. Бұл бізде қабырға басының алдыңғы бетінен басталады, яғни бұл байлам қабырғаның басының алдыңғы бетінен басталады да, сәулелі бағытта шашырап омыртқалардың денелеріне және омыртқа аралық дискілерге барып бекиді. Ол бізде омыртқа басы тым қатты қозғалуынан сақтап отырады. Келесі 2-ші буын, яғни қабырға мен омыртқа аралығындағы 2-ші буын, ол бізде қабырғаның көлденең буыны, артикулятио коста трансверсария деп аталатын буын болып табылады. Бұл буынның басы бізде қабырғаның басында төмпешік болады, яғни туберкулум коста. Сол жерден басталады және буындық ойысы бізде омыртқалардың көлденең өсінділерінде фавео касталис процессус трансверсус деп аталатын буын ойығы болады. Сол жерге барып бекитте осы артикулятио коста трансверсарияны түзеді. Бұл буын бізде бірнеше байламдармен бекітіледі. Ең бірінші байлам ол бізде лигаментум коста трансверсариум супериус деп аталады, яғни жоғарғы қабырғаның көлденең байламы. Бұл бізде омыртқаның көлденең өсіндісі процессус трансверсустен басталады да, төменгі бетінен, яғни соның төменгі бетінен басталады. Сол омыртқаның астында төменде орналасқан қабырғаның мойнындағы қырқасы криста коли костаға барып бекиді, яғни бір қабырға төмен орналасқан. 2-ші бізде латеральды қабырға көлденең байлама, лигаментум коста трансверсариум латерали. Бұл бізде кеуде омыртқаларының көлденең өсінділерінен басталады да, төменде орналасқан қабырғаның сыртқы бетіне барып бекиді. 3-ші бізде тағы бір байлам бар, ол бізде меншікті қабырғаның көлденең байламы деп атаймыз, яғни лигаментум коста трансверсариум. Қабырға мойнының артқы бетінен басталады да, сол омыртқаның көлденең өсіндісіне барып бекиді. Яғни екеуі қабырға мен омыртқа бір деңгейде орналасқан. Сонымен қатар бізде бел қабырға байламы деген бар, яғни лигаментум lumbocaustalis, өте мықты байлам болып саналады. Ол бізде 1-ші және 2-ші бел омыртқасы мен 12-ші қабырғалардың аралығында болатын байлам. Келесі бізде төс пен қабырғаның байланысы, яғни төс қабырға буыны. Әрбір қабырға бізде шемішектік бөлігі болады, және шемішектік бөлігінің сыртқы пішіні бізде цилиндр тәрізді болып келген. 1-ші қабырғадан 7-ші қабырғаға дейін қабырғалардың ұзындығы ұзарады, одан кейін 7-ші қабырғадан төмен қарай терісінше қысқарады.
6 және 8 қабырғалардың шеміршектік бөлігі бір-бірімен шеміршектік тықандар арқылы бұрыш жасап байланысады. Және 6-8 қабырғаларда шеміршек аралық буындар артикулятио интерхондралис болады. Бірінші қабырға бізде шеміршектік ұшы төс сүйегінің тұтқасымен өзіндік тілік арқылы үздіксіз байланысады. Ал екінші қабырғадан бастап 7 қабырғаның шеміршектік ұшына дейін төс сүйегінің тілігіне төс қабырғалық буындар арқылы байланысады. Төс қабырға буыны бізде жаңағы қабырғаның шеміршектік ұшынан басталады да төс сүйегінің меншікті ойығына барып бекиді. Және бізде сол буынды ұстап тұратын 3 байлам болады. Ол бізде төс қабырға байламы лигаментум интерстernocосталис, яғни төс қабырға байламы. Ол бізде буынаралық шеміршектерден басталып, меншікті төстік тілігіне барып бекиді. 2 және 3 қабырға төстік буындары бізде жақсы дамыған, ал қалғандарында бұл байлам болмауы да мүмкін, немесе нашар дамуы мүмкін. Келесі байлам бізде төс қабырғалық алдыңғы байлам лигаментум sternocосталис anterior деп аталады. Бұл байлам бізде буын қапшығының сыртқы бетінде орналасқан болады және қабырғалардың ұшынан басталады да сәуле бағытта шашырап төс сүйегінің алдыңғы бетін толығымен жауып мембрана стерни, яғни төс сүйегінің жарғағын құрайды. Яғни қарсы бағыттағы байламмен айқасады екеуі, сол арқылы бізде мембрана стерни түзіледі. Келесі бізде төс қабырғалық артқы байлам, яғни лигаментум sternocосталис posterior деген байлам бар. Ол бізде қабырғаның төстік ұшынан басталады, яғни сол төстік ұшының артқы бетінен, яғни ішкі бетінен басталады да төстің артқы бетіне барып бекиді. Дәл солай төстік жарғақтың артқы төстік жарғақты құрайды. Сонымен қатар бізде жарғақтар бар. Ол бізде сыртқы қабырғалық жарғақ, мембрана интеркосталис экстерна деп аталатын, және ішкі қабырғалық жарғақ, мембрана интеркосталис интерна деген бар. Сыртқы қабырғалық жарғақ ол бізде жоғарғы қабырғаның төменгі қырынан басталады және төменгі қабырғаның жоғарғы қырына барып бекиді. Бұл бізде мембрана интеркосталис экстерна. Келесі ішкі қабырғалық жарғақ мембрана интеркосталис интерна деген бар. Ол бізде терісінше қабырғалардың артқы жағында орналасады және бұл жарғақтың талшықтары төменгі қабырғаның жоғарғы қырынан басталып, жоғары қиғаш бағытта барады, жоғарғы қабырғаның төменгі қырына барып бекиді. Сонымен қатар 6 және 7 қабырғалардың шеміршектік бөліктерінде шеміршектік бөліктері бізде төс сүйегінің семсер тәрізді өсіндісінің ұшына қарай өтеді. Және сол жерде қабырға семсерлік байлам лигаментум костаксифоидеяны құрайды.